О жаратқан ием, ұрпағымыздың күні не болмақ? Аш жалаңаш, қайда кетіп барамыз? О жаратқан ием, туған жерімізді тастап, кімнен, қайдан пана іздейміз? Сол бір азапты күн өміріміздің тасталқанын шығарды. Күйеуімді алып кеткеннен кейін өлім жазасына кесілді дегенді естігенде жүрегім тоқтап қалғандай. Бірнеше күн өткеннен кейін мені де сталиндік вагонға салып лагерьге алып кетті. Азапты күндердің басы содан басталды. Қақаған ызғар денемізді тесіп өткендей. Жылыну үшін бір-бірімізді құшақтап отыратынбыз. Лагерьге келгеннен кейін балаларын құшақтап жылап отырған әйелдерді көргенде жүрегім қан жылады. О жасаға ендігі күніміз не болмақ? Барақтың іші өзі тар, өзі суық. Жатар орнымыз қамыс болды. Онда да жатар орын жетпей, кезекпен ұйықтайтынбыз. Таңертеңнен кешке дейін қамыс шабатынбыз. Бір күні қамыс шауып жүргенде қамыстың арасынан бір қария шықты. Қасында ауыр дорбаларды көтерген балалары бар. Қария бізге қарады да балаларға сыбырлап бірдеме деді. Сол сәтте балалар бізге тас атқылады. Бірақ сол тастан бір тәтті иіс шығады. Содан әлгі тастарды тазаласақ. Құдайым-ай, құрт қой. Бұл тас емес, құрт екен.